Ассалаумағалейкум. Дәл мына менің қолымдағы мен таңдап жүрген материалдың не екенін білесіздер ме? Бұл қазіргі тілмен айтқанда француздық тартып орнататын материал. Натяжной потолок деп қояды. Дәл осы әр үйде тартылып тұрған ою өрнегімен, гүлімен, жаңағы жылтыр түсімен орнатылатын материал дәл осындай күйде жүреді екен. Дәл осы материалды қалай таңдауымыз керек? Қанша жылға шыдамды және қалай тартылады, қалай өлшенеді, қандай түстері бар? Міне осының барлығын осы бағдарламамызда түсіндіреміз, маманның көмегімен айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Керме төбелер дегеніміз созылмалы, 100 келіге дейінге салмақты көтере алатын, үйдің ішкі жұмыстарына қолдануға ыңғайлы жылтыр мата. Оның максималды ені 3 және 5 метр болады. Кермелі төбелер үй ішінің сәнін барынша әдемі әрі шынайы етіп көрсетуге мүмкіндік беретін бірден-бір құрылыс материалы. Орнатылуы оңай әрі жылдам, бағасы тиімді, күтімді аса қажет етпейтін, жуып тазалауға қолайлы матаның құрамында ондаған химиялық қоспалар бар. Бұл материалдың қандай артықшылығы бар? Қандай минустары бар? Қай жерге қолдануға болады, қай жерге болмайды? Бұның артықшылығы әр комната тез әрі әдемі көрінеді. Бір комнатаны мысалы, осында бір 20 квадрат болса, ары кеткенде 3 сағатта бітіріледі. Одан кейін бұның бір жақсы жері жасаған кезде тез уақытқа үнемді дейсіз. Уақытқа үнемді. Заводтың несі 10 жыл кепілдік береді бұған. 10 жыл кепілдік береді. Енді қорқатын заты пышақтан сондай кесетін зат болмаса, 1 квадрат метрі, 1 шаршы метрі 100 литр су ұстайды бұның артықшылығы. Сонда менің салмағымды көтерейін деп тұр ғой? Сіздің салмағыңызды. Мынаны тартып қойғаннан кейін үстінен шығып тұрсаңыз, яғни бұл жыртылып кетпейді? Жыртылмайды. Ешқандай салбырап тұрып, одан кейін сіз түскеннен кейін қайтадан өз орнына қалпына келіп тұрады. Қанша түрі болады, қалай таңдау керек? Бұның тек қана ақ түсін ғана көрсеттік қазір көрермендерімізге. Мына жақта тұр міне көгілдір түс тұр, аспан түстес түрі бар сияқты. Мысалы, әр бөлмеге лайықты түстерін таңдауға мүмкіндік бар ғой? Бар. Оның бағасы оның түсіне байланысты бола ма? Түсіне байланысты болмайды, бұның бағасы фактурасына байланысты болады. Мысалы, бір түстесі болса, ақ, қызыл, сарылар болса, оның барлығы бір бағамен кетеді. Енді жаңағы сіз айтқандай аспан түсті бұлт болып, искра дегені бар. Одан қазір шығып жатқан мынандай фотопечаттары болады. Бұны өзіңіз қалаған суретті әкеп бастыруға да болады? Болады. Керме төбелер бүгінде пәтерге, кеңселерге, асхана, дәмхана, тойхана, сауда орындарының төбелеріне тартуға ыңғайлы. Сол себепті оған деген сұраныс жоғары. Ең бастысы, ұзақ уақытқа шыдайды. Бекітілген матаны алып қайта пайдалануға да ыңғайлы. Өткір пышақпен кесіп, үшкір шегемен тесіп, немесе күйдіріп алудан сақтасаңыз, 10 шақты жылға шыдайды. Қадірменді көрермендер, егер үйіңізді жаңадан салып жатқан болсаңыз, ішін әрлеп жатқан болсаңыз, егер қаражатыңыз азғантай болса, мысалы үнемдеп жүрген болсаңыз, дәл осы материалды қолдануға мен өз басым кеңес беремін. Бір жағынан уақытты үнемдейсіз, екі жағынан қаражатты да үнемдеуге мүмкіндік бар. Неге дейсіз бе? Егер бір бөлменің шаршы метрі 12 шаршы, болмаса 15 шаршы болатын болса, егер өзіңіз жасаймын десеңіз, 1000 теңгеден аласыз. Яғни, дәл осындай багет деп аталады. Сосын, дәл осы резинке созылмалы материал. Кемі 2 сағаттың ішінде сіздің бір бөлмеңізді төбесін тартып болуға мүмкіндік бар. Ортасына ешқандай профиль тартпайсыз, тек қана жан-жағына осыны тартасыз және осыны керіп орнатасыз. Сонымен өзіңіз жасайтын болсаңыз, 12 шаршы метрге 12.000 теңгеңіз кетеді. Және сол күні бітеді ол жұмыс. Ал егер жұмысшылармен қосып есептегенде 1500 теңгеден екен шаршы метрі, яғни 12 метріңіз 18-19 теңгеге жұмысыңыз бітеді. Ал егер басқа
жаңағы бортақтай болмаса одан да басқа сайдинг деп қояды, декор панель деп қояды. Оларды пайдалансаңыз, біріншіден уақытты ұтыласыз уақыттан, екінші ақшаңызға да біраз шығын. Және жұмыс күшін көп талап етеді. Сіз профиліңізді қағасыз, одан кейін жаңа бортақтайыңызды қағасыз, оның сыртынан лифкас дейді, мәре дейді, оны тартасыз, одан кейін эмульсия дейді, оны бояйсыз. Сонымен кем деген кезде 4 күн уақытыңыз кетеді екен бір бөлмені жасауға. Ал ең көп уақыт алды деген кезде мынаған 4 сағат уақытыңыз кетеді. Мастерлер болса 1 сағат, 2 сағаттың ішінде тындырады екен. Бір жағы өте тиімді, арзан болады екен. Осы материалды қолдансаңыздар да болады. Қазақ білсін бағдарламасы біз сіздердің талғамдарыңыздан шығу үшін түсіндіруге тырысамыз. Бізбен бірге болыңыздар.